Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін сендермен натурал сандар және 0 тақырыбы бойынша үй тапсырмаларының шығару жолдарын қарастыратын боламыз. 1-ден 17-ші есепке дейін. Мұндағы бірінші есепте ауызша есептеу есептері берілген, яғни амалдарды орындау. Берілген көбейту бөлулерді орындауымыз керек. Бірінші есепте 25 көбейтілген 4 100 болады, 25 көбейтілген 6 150 болады, 25 көбейтілген 8 200 болады. Тура сол сияқты барлығын есептеп жазып шығамыз. Келесі есебімізде берілген сандарды цифрлармен жазуымыз керек. Біріншісінде 710, екіншісінде 430 мың 60. Үшінші есепте 508 мың 234. Келесі есепте 3 миллион 25 мың 6. Соңғысында 32 миллион 15 мың 702. Келесі төртінші есебімізде берілген сандардағы цифрлардың нені білдіретінін табуымыз керек. Бұл жерде разряд бойынша айтамыз. Яғни бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, миллион деген сияқты. Енді бұл жерде бірлігіміз 3 болып тұрса, 6 ондық болса, 5-іміз бізде жүздік болады. Тура сол сияқты келесі есептерді шығарамыз. Келесі есептегі 3 цифры нені білдіретінін табуымыз үшін соңынан бастаймыз. 8 бірлік, 0 ондық, 0 жүздік, 6 мыңдық, ал 3-іміз мыңдықтың ондығы болады. Себебі ондық, бірлік барлығы 3 разрядтан тұрады. Келесі үшінші есебімізде 0 цифры нені білдіретінін табуымыз керек. Бұл жерде тура солай соңынан санаймыз. Бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, ондық, мыңдық және жүздік, мыңдық. Демек 0 цифры бізде жүздік, мыңдық болады екен. Дәл осы жерде мысал айта кетейін. Дәл осы сандарды аламыз. Яғни әрқайсысын 3-3-тен біріктіретін болсақ, бізде разрядтар шығады. Оның әрқайсысы бізде бірлік, ондық, жүздіктен тұрады. Келесі, екінші разрядымыз бізде мыңдық деп аталады. Мыңдықтан алдыңғы разрядымыз миллион деп аталады. Бұл мыңдықтың да, миллионның да әрқайсысында бірлігі болады, жүздігі болады, ондығы болады. Сол сияқты енді сандардың тұрған ретіне қарай атауын айтамыз. Яғни бізде 0 саны жүздік мыңдықта тұр деген сөз. Тура сол сияқты ең соңғы есепті де шығарамыз. Енді бұл жерде сұрақ. Мыңдар класы неге аталмайды деп тұр. Біріншіміз бірліктер, екіншісіміз мыңдықтар, үшіншіміз миллиондықтар, одан кейінгісі миллиард болады. Бұл жердегі мыңдықтар классымыз барлығы 0 болып тұр. 0, 0, 0. Ортада тұрған 3 нөліміз бізде мыңдар класы болады. Барлығы 0 болғандықтан мыңдар класы аталмайды. Келесі 5-ші есебімізде есептің шарты бойынша разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде қандай сан жазылғанын табуымыз керек. Яғни мына көбейтінді қосындылар нені білдіретін, қандай сан шығатын табуымыз керек. Біріншісінде 9 көбейтілген 100 9, 100, 6 көбейтілген 10 60 және 5. Үшеуін қоссақ 965 сан шығады. Тура сол сияқты келесі есепті есептейміз. 5 көбейтілген 1000 5000, 7 көбейтілген 100 700, 3 көбейтілген 10 30, 6, яғни 5736 сан шығады. Тура сол сияқты қалған есептерді шығарамыз. Үшінші есепте 80 мың, себебі 8 көбейтілген 10 мың, 80 мың, 5 көбейтілген 1000 5000,
4 көбейтілген 100 400 және 2, яғни 85402 сан шығады. Соңғы есепте 73094 саны шығады. Алтыншы есебімізде берілген цифрларымыздың жазбаша түрінде жазып оқуымыз керек. Біріншісінде жер экваторының ұзындығы 40 миллион 75 мың 696 болады. Екіншісінде күннен жерге дейінгі қашықтық 149 миллион 597 мың 900 километр екен. Үшінші есепте Азияның аралдарды есептемегендегі ауданы 42 миллион 400 мың квадрат километр болады. Және ең соңғысында жерден айға дейінгі қашықтық 384 миллион 401 мың метр. Келесі 7-ші есебімізде берілген сұрақтарға жауап беріп, оларды цифрмен жазуымыз керек. Біріншісінде есіңе түсір, сен бірінші сыныпқа қай жылы бардың дейді. Қазір сендер 5-ші сыныпсыңдар, иә? Сендер шамамен 2016 жылы бірінші сыныпқа бардыңдар. Екінші сұрақ, сендер қай жылы мектепті бітіресіңдер? Егер сендер 2016 жылы барған болсаңдар, бірінші сыныпқа 11 жыл оқисыңдар, яғни 11-ді қосамыз, сонда 2027 жылы бітіресіңдер. Келесі есебімізде санды цифрлармен жазып, сонан соң оқыңдар дейді. Біріншісінде ең кіші 4 таңбалы натурал сан. Бізде ең кіші 4 таңбалы натурал сан ол 1000. Келесі ең үлкен 6 таңбалы натурал сан 999 саны. Үшінші есебімізде ең кіші 8 таңбалы натурал сан. Яғни 8 саннан тұратын ең кіші натурал санымыз ол 10 миллион. Төртінші есебімізде ең үлкен 7 таңбалы натурал сан 9 миллион 999 мың 999 саны. Келесі 10-шы есебімізде берілген цифрлардан қайталамай неше 3 таңбалы натурал сан құрастыруға болатынын сұрап тұр. Яғни біріншісінде 0, 1, 9, екіншісінде 0, 3, 5 цифрлар арқылы қайталамай 3 таңбалы натурал сан құрастыруымыз керек. Біріншісінде 019-дан 019, 091, 109, 190, 901 және 910 деген 6 түрлі натурал 3 таңбалы сан құрастыруымызға болады. Тура сол сияқты 035, 053, 305, 350, 503, 530 деген тағы да 6 сан құрастырамыз. Келесі 11-ші есебімізде мына тұжырымдардың қайсысы дұрыс, яғни ақиқатын және жалғанын анықтауымыз керек. Біріншісінде кез келген натурал саннан бірге кем натурал сан бар дейді. Бұл ақиқат па, жалған ба? Бізде натурал санымыз бірден басталады, иә? Және шексіз кете береді. 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Ал 0 саны бізде натурал сан емес. Демек, бізде бірден кем натурал сан жоқ деген сөз. Демек, ақиқаты емес, жалған бұл тұжырымымыз. Екіншісінде санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрмен жазылады ма? Бізде санның разрядын кез келген цифрмен жаза алмаймыз. Ең үлкен разряд жазылуы мүмкін кез келген санменен, бірақ оның алдына 0 деген
санды қоя алмаймыз. Яғни ең үлкен разрядты 0-ден басқа кез келген санмен жазуға болады. Осы жерде бір мысал айта кетейін. Мысалы 853 саны болсын. Бұл жердегі ең үлкен разрядымыз 8 сан. Өйткені разрядты біз санағанда соңынан алдына қарай санаймыз. Енді бұл жерде мысалы 0,53 деген сияқты алдына 0 санын қойып жаза алмаймыз. Демек, бұл тұжырымымыз жалған. Үшіншісінде бірден өзге әрбір натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Бұл тұжырымымыз ақиқат. Өйткені 4-тен кіші 3 саны бар, 6-дан кіші 5 саны бар деген сияқты берілген натурал саннан бірге кем натурал сан бар деген сөз. Келесі 12-ші есебімізде ұзындығы 16 метр болатын тоқыма баудан өлшеуіш құралдарды пайдаланбай 6 метр тоқыма бауды қалай қиып алуға болады. Яғни ешқандай өлшеуіш құралдарды пайдаланбауымыз керек. Және 6 метр тоқыма бау. Енді бізде бар жоғы 16 метр. Ол 16 метрді дәл ортасынан біріктірсек, бізде 8 метрден 2 бау шығады. Ал 8-8-мізді тағыдай дәл орталарынан біріктіріп 2-ге бөлетін болсақ, барлығы 4 метр болады. Яғни 4 метр, 4 метр, 4 метр. Тура сол сияқты 4 метрімізді аламызда тағыда 2-ге бөлеміз, сонда 2 метр, 2 метр болады. Жалпы 16-ны 4-ге бөлсек 4 метр, 4-ті тағы 2-ге бөлеміз 2 метр, сонда 4 пен 2-ні қоссақ 6 метр шығады. Келесі 13-ші есебімізде көп қабатты үйдегі пәтерлердің есіктері сыртындағы пәтер нөмірін көрсететін сан металдан жасалған цифрлардан құрастырылады. Егер осы үйде 120 пәтер болса, барлық пәтерлер нөмірлерін көрсететін сандар неше металдан құрастырылатынын табуымыз керек. Енді бұл жерде 1-ден 9-ға дейін бізде 9 цифр қолданылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сияқты. Ал 10-нан ары қарай 99 санына дейін бізде жалпы 90 сан бар. 1-ден 9-ға дегеніміз ол бір таңбалы сандар үшін. Ал 10 мен 99-ның арасында бізде 90 сан барын қалай табамыз? Ол үшін 99-дан 10-ды азайтып, оған 1-ді қосамыз. Сонда 89 қосылған 1, 90 сан болады. Бұл 90 сан дегеніміз, яғни 2 таңбалы сандардың арасында бізде 90 сан бар. Бұлар үшін бізде қанша цифр қолданылған табу үшін 90-ды 2-ге көбейтеміз. 2 цифр қолданылады ғой. Сол себепті 180 цифр болады. Тура сол сияқты 100-ден 120-ға дейін бізде қанша пәтер қалады ар жағында. Ол үшін 120-дан 100-ді азайтып 1-ді қосатын болсақ, 20-ға 1-ді қосамыз, 21 пәтер. Яғни 21 пәтерге бізде 3 цифр қолданылған. Себебі олардың барлығы 3 таңбалы сандар. Демек, ол жерде қанша цифр қолданылған табуымыз үшін 21-ді 3-ге көбейтеміз. Сонда бізде 63 цифр қолданылған болады. Енді бізде жалпы қанша цифр қолданылған табуымыз үшін барлық цифрларды қосып шығамыз. Яғни 9 қосылған 180, қосылған 63 тең болады. Бізде 252 цифр шығады. Демек, жауабы 252 цифр қолданылған. Келесі есебімізде берілген цифрлардың барлығы жазылатын және цифрлар қайталанбайтын ең үлкен санды жазуымыз керек. Екіншісінде ең кіші санды жазуымыз керек. Цифрлар қайталанбау керек. Енді бұл цифрлардың барлығы қамтылып жазылатын болса, 9-дан бастап 0-ге дейін кері жазып шығамыз. Сонда бізде ең үлкен сан шығады. Ал ең кіші сан жазатын болсақ, 0-ден бастап 9-ға дейін жазып шығамыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген сияқты. Ал енді келесі сұрақтарға жауап беріңдер. Ондық санау жүйесінде кез келген натурал санды жазу үшін әртүрлі неше цифр жеткілікті. Жалпы ондық санау жүйесінде бізде 10 цифр бар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді жалпы санау жүйесінде, осы ондық санау жүйесінде натурал санды жазуым үшін әртүрлі неше цифр жеткілікті. Бізге барлық цифрды қолдана аламыз деген сөз. Демек, 10 цифрдың барлығы. Және екінші сұрағымыз, ондық санау жүйесінде жазылған натурал санның ең жоғарғы разряды қандай цифрлармен жазылуы мүмкін? Бұл жерде барлық 10 цифрды қолданамыз. Бірақ ең үлкен разрядты, ең жоғарғы разрядты жазған кезде алдына 0 қоймаймыз. Ал қалған цифрлардың барлығын қолданып жаза береміз.
жалпы 10 цифрдың барлығын қолданамыз, бірақ ең алдына 0 қоймаймыз. Жалпы санның басына 0 қоймаймыз. Яғни 053, 0783 деген сияқты. Мұндағы мысалы ретінде 832 санындағы ең үлкен санымыз, ең жоғары разряд ол 8. Оның алдына 0 қойып жазбаймыз. Келесі есебімізде кітап 3-ші бетінен бастап 3 цифрмен нөмірленген. Кітаптың барлық беттері 1315 цифрмен нөмірленген болса, кітапта неше бет барын табуымыз керек. Енді бұл жерде қалай шығарамыз? Біз 13-ші есепті шығардық қой. Сендермен бірге дәл осыған ұқсайтын жаңағы 120 квартираның жалпы қанша цифр қолданылған табуымыз үшін тура сол сияқты шығарамыз. Енді бізде 1-ден 9-ға дейін жалпы 9 цифр бар, я? Олардың әрқайсысы 9 сан бар, яғни олардың әрқайсысына 9 цифр қолданылады. Олардың барлығы бір таңбалы, өйткені бір цифрдан қолданылады. Ал 3-тен 9-ға дейін бізде арада 7 цифр бар, яғни 7 бет бар деген сөзді. Ал арғарай 10-нан 99-ға дейін бізде жалпы 90 сан бар. Оның 90 санның барлығы бізде 2 таңбалы, я? Оларға жалпы қанша цифр қолданылған табуымыз үшін 92 көбейтіп 180-ді алдық. Тура сол сияқты үшінші, енді бізде ар жағында қанша тағы да цифр қолданылған табуымыз үшін бір таңбалы мен 2 таңбалыда қолданылған жалпы цифрларды қосып, жалпы 1315-тен азайтып тастаймыз. Сонда 1128 цифр бізде 3 таңбалы сандар үшін қолданылған деген сөзді. Енді бізде арғарай қанша бет барын табуымыз керек қой. 1128-ді 3-ке бөл жүрсек, сонда бізде 376 бет бар деген сөз. Енді жалпы кітапта қанша бет барын табуымыз үшін, енді мынау берілген цифрларымызды қосып шығамыз. Сонда бізде болады 376 қосылған 99. Жалпы бізде 475 бет бар деген сөз кітапта. Бірақ есептің шарты бойынша бізде кітаптың беті 3-ші беттен бастап цифрланған деп тұр. Яғни 475-тен 2 бет алып тастасақ 473 бет қалады. Жауабы жалпы 473 бет бізде цифрлармен нөмірленген деген сөз. 16-шы есебімізде енді бізде логикалық есеп беріліп тұр. Бұл жерде жалпы банкадағы су 1/4 бөтелкедегі суға тең. Бір бөтелкедегі су банкадағы судан 9 кесе кем. Банкада неше кесе су барын табуымыз керек. Енді бұл жерде теңдеу құрайық, я? Теңдеу құрсақ бізге оңай болады. Бізде бір бөтелкедегі суда қанша кесе барын табуымыз үшін оны x деп белгілейміз, я? Ал бір банкада неше кесе су барын табуымыз үшін біз осы берілген бөтелкедегі x-ке, бөтелкедегі яғни кеселердің санына 9-ды қосамыз. Өткен есептің шартында бір бөтелкедегі су банкадағы судан 9 есе кем деп тұр, я? Енді жалпы теңдеуіміз бізде x қосылған 9, яғни бір банкадағы кесе саны бізде 4 бөтелкедегі суға тең деп тұр, есептің басақ шартында. Соны екеуін теңестіріп, теңдеу құрастырып шығарамыз. X-тен 4x-ті азайтып тастасақ 3x қалады, 9, яғни 9 3-ке бөлсек 3 болады. Бұл 3 дегеніміз бір бөтелкедегі кесенің саны, яғни бір бөтелке 3 кесеге тең деген сөз. Ал бір банкада қанша кесе барын табуымыз үшін 3-ті 9-ға қоса саламыз. Сонда жалпы бір банкада 12 кесе су бар. Және де ең соңғы 17-ші есебімізде ақпараттық көздерді пайдаланып сұрақтарға жауап беріңдер деген. Енді бұл жерде интернеттегі мәліметтерге сүйене отырып мен жаздым. Енді бірінші сұрақта біздің еліміз Қазақстанның территориясының ауданы жалпы километр квадрат есебіменен 2.724.900 квадрат километрге тең екен. Енді бұл жердегі санның ең жоғарғы разряды қалай аталады деп тұр. Бұл жерде ең үлкен разрядымыз бізде 2 ғой. Ол дегеніміз бірлік миллион. Келесі екінші есепте жер шарының ең биік нүктесі Эверест шыңы. Эверест шыңының жалпы биіктігі қанша метрмен? 8848 метр екен.
интернеттегі мәлімет бойынша. Енді бұл жердегі сұрақ берілген санның жазылуындағы 8 цифры қай разрядтарда? Бұл жерде 8-іміз 3 рет қайталанып тұр. Бірлікте, жүздікте және бірлік мыңдық разрядтарда. Үшінші сұрақта хан тәңірі шыңының биіктігі жалпы 7010 метр екен. Бұл жердегі мыңдықтар разряды қай цифрмен жазылған? Соңынан санаймыз: бірлік, ондық, жүздік, мыңдық. Мыңдық орында бізде 7 деген сан тұр. Және соңғы сұрақта Қазақстанның ауданы ең үлкен облысы, яғни Қарағанды облысы квадрат километр есебімен қаншаға тең? 428 000 квадрат километрге тең. Бұл жерде сұрақ берілген санның жазылуындағы 2 цифрының мәні неге тең? Мынау беріліп тұрған 2 бізде ондық, мыңдыққа жатады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарың үшін рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңдар. Сонда менің каналымда жаңадан шыққан үй тапсырмаларын бірден көре аласыңдар.